Саламатсыздар ма, сүйкімді ханшайымдар мен ханзадалар? Сабағымызды бастаймыз. Менің каналыма тіркеліп, сабақ ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін сабағымыз әдебиеттік оқу 4-ші сынып 66-шы сабақ ит адамның досы. Балалар, бүгінгі сабақта өз ойымызды білдіреміз, шығармашылық жұмысқа дағдыланамыз. Бірінші, тыңда. Бірінші тапсырма, итім болса шіркін өлеңіндегі баланың ойын түсіндір. Балалар мұнда реніш, жақсы көру, мақтаныш, қуаныш, өз-өзіне сенімділік, сағыныш деген сөздер берілген. Мінеки осы сөздерді қатыстырып, мәтін жазамыз. Итім болса шіркін. Итім болса шіркін, оны жақсы көрер едім. Мақтаныш тұтар едім. Жоқ болғанына реніш білдіремін. Болашақта итім болатынына өз-өзіме сенімдімін. Итім жоқ болғаны маған сағыныш тудырады. Екінші, пікіріңді айт. Өзің қай жануарды асырағың келеді? Неге? Балалар, суретке қараймыз. Мұнда бірінші тышқанның суреті, одан кейін тотығыстың, одан кейін күшіктің, құлыншақтың, және мысықтың, және балықтың суреті берілген. Осы суреттерге қарап, қай жануарды асырағың келеді? Сол жайында жазатын болсақ, менің тотығыс асырағым келеді. Себебі ол өте әдемі, дауысы керемет, үйдің де сәнін алады. Мен тотығыстың осы түрін асыраймын. Оған әртүрлі сөздер үйретуді жақсы көремін. Есіңе түсір. Үшінші, Бердібек Соқпақбаевтың қандай шығармаларын білесің? Балалар, кітапқа қараймыз. Бұнда кітаптардың суреті көрсетілген. Онда Бердібек Соқпақбаевтың Балапан торғай, Сол бір сапар, Балалық шаққа саяхат, Менің атым Қожа деген шығармалары көрсетілген, яғни шығармалары бар екен. Осы шығармалардың ішінде бізге танысы Менің атым Қожа. Оны барлықтарымыз білеміз, Ол туралы киносы да түсірілген. Өте қызық, өте көркем жазылған шығарма. Сендер оны оқысаңдар болады. Кинодан қарағаннан гөрі кітаптан оқыған өте қызық. Түсініп оқы. Көшер кезде үзінді. Майлаяқ тез өсіп үлкен ит болған. Оның аяғы ұзын, ал құлағы салпиған, жүндері тықыр. Ол қазақы төбеттен гөрі көбіне тазы тұқымдарына ұқсайды. Майлаяқ байланбай, ауланың ішінде еркін өскен ерке күшік. Ол қақпаға қарай бөтен адам келсе, мал келсе арс-арс етіп алдынан үріп жүгіретін әдеті. Балалар, ол қабаған емес, қабаған деп ойлап қалмаңыздар. Оның балалық шолжаң мінезі ұстап, кейде келген адамды үркітіп тұрады. Ал кішкентай балалар келсе үстінен секіріп, ойнақтап, басынан секіріп те кетеді дейді. Біраз күннен бері Майлаяқ еркін өміріне зар. Ол үйді, малды сата бастағалы оны шынжырлап қойдық. Өйткені біз Алматыға көшетін болдық. Әрине, менің не жазығым бар, неге байлап қойдыңдар деген түрінен қарап түсінесің. Ол жылап, қыңсылап, аяғымызға оралады дейді. Жалбарынғандай болады. Тап бүгін бір сұмдықтың болатын білгендей Майлаяқ сезді. Яғни таңертең ит аяққа қиған асты ішпей, тұмсығымен легеннің шетінен иіскеп қана төгіп жібереді. Сосын сұңқиып отырып алады. Бір басына күн туған адам сияқты. Әй еркін, мына ит біздің бүгін кететімізді біліп ұлып жатыр. Енді осыны алып кетсек қайтеді. Менің жамалыммен бірге туған ит еді дейді әйелі. Майлаяқтың даусы оның көңілін босатып жібереді. Итімді мен де қимаймын, бірақ қалай әкетем? Пойызға бірдеңе ғып салып әкетеміз-ау, Алматыға барғаннан кейін оны қайда ұстаймыз? Үйімізде жоқ. Әбекең қазір келем деген. Бірақ ол кісіге аманат етіп тастаймыз, қор қылмайды дейді.
Әбекең деген ол осы ауылдың қойшысы, өте жақсы адам. Майлаяқты маған бер деп өзі сұрап жүрген болатын дейді. Таңертеңгі шайымызды ішкеннен кейін Әбекең де келеді. Сөйтіп қолына бір нан алып Әбекеңді аманат етіп тапсырайық деп Майлаяқтың жанына келеді. Ол алдыңғы екі аяғын көсіліп салып, басын төмен қарай қойып, ойға батқан адам сияқты жатады. Сөйтіп оған жақындап, үйшікке қарай Майлаяқ шық бері дейді. Сөйтсе Майлаяқ шықпайды, одан бетер үйшікке қарай қашып тығылады. Майлаяқ келе ғой, келші. Бері шығу орнына ол одан сайын тығылады. Майлаяқ, қазір бізге машина келеді, біз кетеміз. Сенің жаңа иең міне мына кісі, танып біліп ал, дейді. Майлаяқ, мә жей ғой деп Әбекең қолындағы нанды үйшіктің алдына аузына апарады. Бірақ Майлаяқ қыбыр еткен жоқ. Ақылды ит біліп жатыр. Біз кеткен соң Әбеке, өзіңіз бірден етіп көңілін табарсың, Майлаяқтың, дейді. Балалар, мінекей, ит туралы әңгіме, Майлаяқ туралы әңгіме қандай керемет жазылған. Бұл кітапты, әңгімені естіп, оқып, менің өзім Майлаяқты қимай кеттім. Әңгімеде середей деген сөз сорайған, ұзарған деген мағынаны білдіреді. Басына күн туған деген сөз қиыншылыққа тап болған деген мағынаны білдіреді. Ойлан. 4-ші, жазушы Майлаяқты қалай суреттеген? 5-ші, мәтінді оқығанда қандай сезімде болдың? Балалар, Майлаяқты жазушы Майлаяқ жедел өсіп середей ит болып қалған, аяқтары сидам, үлкен жарға құлақтары салпиған, жөні тықыр, дене бітімі қазақы төбет иттен гөрі тазы тұқымына көбірек ұқсас деп суреттеген. Бұл әңгімеде қимастық сезімі байқалады. Мен Майлаяқты қатты қимадым. Өзгертіп жаз. 6-шы, Әбекеңнің қолында қалған Майлаяқтың тағдыры қалай болғанын қысқаша өз қиялыңмен жаз. Әбекеңнің қолында қалған Майлаяқты Әбекең өте жақсы қарады. Ол Майлаяқты байлап қоймай, бұрынғыша еркін босатып жіберді. Және Әбекеңнің кішкентай балалары Майлаяқпен бірге ойнады. Қайда барса да балалар бірге алып жүрді. Суға шомылуға барса да бірге шомылды. Содан кейін Майлаяқ тез Әбекеңе бауыр басып кетті. Ойыңмен бөліс. 7-ші, ит иесінің орнында болсаң, Майлаяқты тастап кетер медің? Майлаяқты тастап кетпейтін едім. Себебі оны қимаймын. Есіңе түсір, мінездеу дегеніміз көркем шығармада кейіпкердің мінез құлқын, сенім нанымын, көзқарасын, көңіл күйін суреттеу. Мінездеу сол кейіпкердің жағымды, жағымсыз әрекеттері, сөйлеу мәдениеті, үлгі боларлық қылықтары арқылы көрінеді. Мәтіндегі бір кейіпкердің іс-әрекетін сипатта: Зағипа, Еркін, Әбеке, Майлаяқ. Балалар, енді осы бір кейіпкерді алып мінездеуіне тоқталатын болсақ, Майлаяқты алайық. Тап бүгін бір сұмдықтың болатынын Майлаяқ енді сезді. Таңертең ит аяққа құйған асты ішітпей, легеннің шетінен тұмсығымен қағып төгіп тастады. Сосын шоңқиып отырып алып, тұмсығын көкке созып ұлуға кірісті. Дәл бір басына күн туып, зарланған адам тәрізді. Яғни бұл жерде Майлаяқты мінездеп тұр. Білгенге маржан, 7 қазына қазақтың дәстүрлі дүниетанымындағы түсініктердің бірі. Қазақ халқы 7 қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстырады. 7 қазынаға жүйрік ат, қыран бүркіт, құмай тазы, берен мылтық, қандауыз қақпан, майланғыш ау, өткір кездік жатады. Қорытындыла. 8-ші, мәтіннің негізгі ойын анықтаңдар. Ит 7 қазына, итті иесімен қина. Яғни бұл жерде адамның итке деген махаббаты көрсетіліп тұр, және ит адамның досы, яғни қимастық сезімін білдіріп тұр. Сонда бұнда мәтіннің негізгі ойы итті иесімен қина.
Үй жұмысы: ит туралы қызық оқиға білсең, әңгімелеуге дайындал. Мақал мәтелге қатысты қақпаға ілінетін жарнама сөз дайындап жаз. Ит қаппайды деме, ат теппейді деме. Балалар, осы мақал мәтелге байланысты қандай сөз жазамыз? Бұған байланысты абайлаңыздар, үйде қабаған ит бар деген жарнама жазуға болады. Сабағымыз аяқталды. Балалар, сабақ ұнаса комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар.